Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі мынау онлайн форматында өтетін біздің мынау семинарымызға қош келдіңіздер деп айтамын. Бұл білесіздер қандай мақсатта ұйымдастырылып отқаны, себебі аттестация талаптарына ғана, яғни педагогтарды аттестаттау шартының ерекшелігіне байланысты 25 ақпандағы 32 бұйрық бойынша педагог зерттеушілеріміз өздерінің авторлық жұмыстарын міндетті түрде трансляциялау керек болатын, яғни тәжірибе алмасу керек болатын. Сондықтан бүгін бізде 78-ші мамандандырылған лицейдің мұғалімдері, яғни педагог зерттеушілері бірігіп бүгін бірнеше мұғалім өздерінің тәжірибесімен сіздерге бөліседі. Сондықтан әр кісіге регламент 3 минуттан беріледі. Сол кісілерге сөз кезегін береміз. Ол кісілер бүгін ортамызда қатысып отырған бүгін Алатау аудандық білім бөлімінің маманы Нақысбеков Дархан Сатылғанұлы, одан кейін лицей директоры Шадиев Қайратбек Хамзаханұлы. Олай болса, бірінші авторлық бағдарламасын ұсынатын математика пәні мұғалімі Ильясова Гүлшат Нұрсейдовна, одан кейін Жайна Аманжол математика пәні мұғалімі, Нұрбекова Ара Сейсенова математика пәні мұғалімі, Өкпебаева Салтанат Каджимуратовна математика пәні мұғалімі, Шалқарова Балжан Өмірбек қызы математика пәні мұғалімі, Байтилиева Гүлнар Ашимовна информатика пәні мұғалімі, Бейсенбекова Ләйлім Калиевна информатика пәні мұғалімі, Молдахмет Нұрлан Төлебайұлы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі сіздермен өз тәжірибесін бөліседі. Сөз кезегі Ильясова Гүлшат Нұрсейдовнаға беріледі. Алгебра және анализ бастамаларының таңдаулы тақырыптары атты авторлық бағдарламаның ерекшеліктері туралы айтамын. Мен Шалқарова Балжан Өмірбек қызы, математика пәнінің мұғалімі, педагог сарапшы. Курстың мақсаты теориялық білім, математиканың іргелі заңдылықтарын игеру, логикалық ойлау, аналитикалық және шығармашылық қабілеттерді дамыту, практикалық қолдану. Апайлар қазір жаңғырамыз жерде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Шалқарова Балжан Өмірбек қызы, 10-шы сынып бойынша алгебра және анализ бастамаларының таңдаулы тақырыптары атты авторлық бағдарламаның ерекшеліктері туралы айтамын. Курстың мақсаты теориялық білім, математиканың іргелі заңдылықтарын игеру, логикалық ойлау, аналитикалық және шығармашылық қабілеттерді дамыту, практикалық қолдану, математикалық ақпаратты күнделікті өмірде пайдалану. Өзектілігі ғылымдағы маңызы, экономика, техника, жаратылыстану салаларында қолданысы өте кең. Жоғары оқу орындарына дайындығы, жоғары оқу орнына түсу үшін маңызды білім негізі. Заман талабы қазіргі цифрлы әлемде бәсекеге қабілетті болуға көмектеседі. Бұл курс оқушылардың кәсіби өміріне дайындайды, математикалық сауаттылығын әр салада құнды. Курс құрылымы бағдарлама 34 сағаттан 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім функция және оның қасиеттері графика, екінші тригонометрия, үшінші функцияның шегі және үзіліссіздігі, төртінші бөлім туындының қолданылуы. Функция тақырыбы, функция түсінігі, функция түрлері, қолдану аймағы. Шектер теориясы туралы ұғым, шектің анықтамасы, есептеу әдістері, шексіздік түрлері, қолданылуы. Туынды және оның қолдануы, туынды ұғымы, табу ережелері және қолданылуы, экстремум нүктелері, функцияны зерттеу, физикалық есептерді шығару, оңтайландыру мәселелері. Бұл бағдарламада қосымша тақырыптар, математикалық модельдеу, математикалық тіл, кездейсоқ шамалар, осы сияқты қосымша тақырыптарда қарастырылған. Оқыту әдістері, теориялық сабақтар, негізгі ұғымдар мен теоремаларды түсіндіру, практикалық жаттығулар, топтық жұмыстар, жобалық зерттеулер. Бағалау тәсілдері ауызша бағалау, жазбаша жұмыстар, практикалық тапсырмалар және жобалық жұмыстар.
Әртүрлі бағалау әдістері оқушылардың білімін жан-жақты бағалауға мүмкіндік береді. Бұл оқу процесін тиімді етеді. Курстың қолданбалылығы бұл жерде 100% жоғары оқу орындардан дайындық, 80% олимпиада, 90% ұбт-ға дайындық. Курс бойынша алған білім оқушылардың болашақ мамандығын таңдауға көмектеседі. Ол көптеген салаларда қажет. Күтілетін нәтижелері теориялық білім, өзіндік жұмыс, есептер шығару және практикалық қолдану. Бұл бағдарламаны аяқтаған соң оқушылар математикалық анализ негіздерін жақсы меңгереді, олар күрделі есептерді шеше алады. Және дағдыларды дамыту, логикалық дағдыларын, дәлелдеу шеберлігі артады, талдау қабілеттері артады, IT дағдылары да артады. Оқушыларға ұсыныстар, бұл жақта өзіндік жұмыстар, топтық жұмыстар және шығармашылық жұмыстар көрсетілген. Курс нәтижесін бағалау, бәсекелік артықшылық, жоғары оқу орнына түсуде және олимпиадаларда жоғары нәтиже, практикалық дағды, күрделі есептерді еркін шешу қабілеті, терең теориялық білім, математикалық анализ негіздерін толық игеру. Қорытындылай келе, қазіргі заман талабына сай бағдарлама қазіргі заман талабына сай сапалы білім береді. Ол оқушыларды болашаққа дайындайды және математика арқылы ойлау және күнделікті өмірде қолдану әлеуетін ашу, практикалық маңызы зор. Және шығармашылыққа келетін болсақ, әр оқушыны ғылыми ізденіске баулу, математика, шығармашылық пен инновацияның негізі. Назар аударғандарыңызға рахмет.